Қайырлы күн, құрметті YouTube көрермендер. Бүгін алдарыңызда мен, Дана Смағұлова, сөз шебері, Жанат Қожамжаровтың шәкірті. Бүгін біз үштіктер туралы айтамыз. Үштіктер деген кімдер? Яғни әр айдың 3-і, 12-сі, 21-і және де 30-і күні туғандарды біз үштіктер деп айтамыз. Саны үштіктер. Саны үштіктердің ғаламшары Юпитер болып табылады. Үштіктер бізде білім гуруы деп айтамыз, яғни ақылда дүниеге келген. Олардың үштіктер туған кезде аспанда білім кітабы ашылған. Сол себептен ғалам оларға өте көп білім берген екен. Үштіктер тәлімгерлер тобына жатады, яғни жаны тәлімгерлік арқылы жүзеге асады. Үштіктердің эго векторы талдауға, бақылауға, басқаруға және де қамқорлыққа бағытталған. Өте қамқор жандар. Отбасында үштік ер азаматтар өте сондай қамқор ер азаматтар болып табылады. Үштік әйелдер өте қамқорлығы енді гипер қамқор деп айтсақ болады, яғни слишком қамқор адамдар, яғни былайша сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын да. Өте сондай қамқор адамдар. Менің анамдағы үштік өте қамқор адам. Каждый нәрсені бақылап, және де бақылаушы адамдарда әр нәрсені бақылау керек, оларға бәрін біліп отыру керек, сенің қайда жүргеніңді, не істеп жүргеніңді барлығын біліп отыру керек. Сондай қамқорлықтарын солай көрсетеді. Және де жаңағыдай басқарғысы келеді, яғни қатаң басқару бар, сен бүйтіп істе, сен сөйтіп істе, бүйтіп істе деген сияқты жаңағыдай қатаң басқару болады. Және де талдау 24/7 миларында жаңағыдай демалыс жоқ, әр заманда талдап отырады. Яғни мынаны былай істесем қалай болады? Яғни бір шешім қабылдау үшін бұл кісілер алдымен талдайды, зерттейді, содан кейін барып қана жаңағыдай шешімді қабылдайды. Сразу бірден жаңағыдай тұрып жасап кететін адамдар емес. Яғни ол кісілерге талдап, зерттеп, барлығын етіп талдап алу керек, содан кейін барып қана жасайды. Мысалға, продуктыға магазинге баратын болса, оны да списогын жазып, барлығын не керек, не керек жоқ, қанша теңге тұрады, барлығын зерттеп талдап алады. Бір нәрсе алатын кезде оны 2-3 ай бұрын заранее алдын ала талдап, керек емес, қашан алатын барлығын біліп тұрады. Даже мысалға бат ішетін кезде де инструкциясын оқып барып қана ішеді, бірден іше салмайды. Аннотациясын оқиды бірінші, содан кейін барып қана талдау жасап, қалай ішу керек, нешеде ішу керек, соның бәрін зерттеп барып қана ішетін адамдар. Және де үштіктер осы талдауларын әрекет деп қабылдайды. Яғни олар әрекетке жаңағыдай талдау өте көп, бірақ әрекет жасауға асықпайтын адамдар. Жаңағыдай талдауды сол әрекет деп түсінеді өздері. Және де әділетті басқару бар, яғни барлығы әділетті болғанын қалайды. Балалардың арасында тең бөлінбей қалатын болса, баяғы менің балама аз бөлініп қалды, неге оларға көп бөлінді деген сияқты, мысалға жаңағыдай дау шығару мүмкін да, жаңағыдай әділетті емес деген сияқты келіспеушіліктер сондай. Отбасында, бизнеста, достарының арасында жетістікке толыққанды өздері жете алатын адамдар болып табылады. Ешкімге мұқтаж емес адамдар. Үштіктер оқығанды ұнатады. Сондықтан да көбінесе осы үштіктердің бірнеше дипломы болады. Әрдайым ізденісте жүретін адамдар, білім қуып, білім іздеп жүретін адамдар. Әрдайым білімін дамытып жүретін адамдар. Үштіктер сөйлегенде басқа тыңдаушылардың құлақтарында рецепторлар ашылады. Яғни екіліктер бізде туа біткен психологтар болатын болса, үштіктер бізде туа біткен тәлімгерлер болып табылады. Үштіктер әрдайым тек монолог жүргізеді, яғни жақсы тыңдаушы, бірақ та естімейді ешкімде, тек қана өзінің монологын ғана жүргізеді. Мысалға, телефонмен сөйлескен кезде де тек қана өзінің айтатынын ғана айтады да, ар жақта сен не айтып жатсың, ол қажет емес, ол кісіге телефонды қоя салады. Ол осындай монолог, яғни диалог жүргізе алмайды, тек монолог жүргізеді. Бір беткей қырсық адамдар болып табылады. Және де үзілді кесілді адамдар, біреудің айтқанын қабылдай алмайтын адамдар.
және де оларды орнынан қозғау өте қиын. Бір жерге барайық десең, не үшін, неменеге барам деген сияқты. Яғни ол инструкциямен жүретін адамдар. Өзінің бір белгілі бір инструкциясы бар, сол инструкциямен ғана жүретін адамдар. Сондай-ақ үштіктер әрдайым мен білемін деп сөйлейді. Яғни өзінің біліміне сондай сенеді, оның ойынша барлығын ол біледі. Бірақ негізінде барлығын білетін тек жаратушы ғана, иә. Және де бұл үштіктер атеист болып табылады, яғни Құдайға сенбейтін адамдар. Бұл Құдайға қай кезде сенеді? Кризис арқылы басына түскен кезде, иә, бір қиын жағдай басына түскен кезде, сол кезде ғана сенеді, сол кезде ғана ол жаратушының табынушысына айналады. Яғни ылғи да өздерін және де басқа адамдарды да әрдайым шектеп отырады. Яғни бұл өйтіп істемей қойсаң деген сияқты жаңағыдай қорқады, иә, шектеп бір дүниелерді жасағанға жасама қой, олай может болмай қалуы мүмкін деген сияқты өзін де шектейді және басқа адамдарды да шектеп отырады. Істемей қой, бүйтпей қой, сөйтпей қой деген сияқты, иә. Үштіктер заңды бұзғысы келетіндігіне қарамастан, бірақ заңды бұзуға қорқатын адамдар. Заңды қорғайтын органдарға теңестіруге болады. Үштіктерді жаңағыдай емшілік қасиеттері бар деп айтуға болады. Емшілік дегенде целитель, яғни орысша айтқанда целитель қасиеттері де бар. Үштіктер санасында адамдарды ақылды емес, және де беделді емес деп бөледі. Және де менің қамқорлығыма жауап берді, немесе қамқорлығыма жауап бермеді деп бөледі. Ақшаны тәлімгерлік арқылы алғысы келеді. Плюс жағдайында үштіктер мақсаткерлік, білім гуруы, талдау, иә. Ал минус жағдайында бұл кісілерде жаңағыдай принципиальность, яғни принципиальность дегеніміз, яғни бірбеткейлік бар, және үзілді кесілділік, яғни категоричность, және де бос сөздік бар, пустословие, азарт, және де бір азартқа кіріп кетуі мүмкін. Жалпы үштіктер мен білемін деген кезде энергиясы тоқтайды. Энергия ол тең ақша, яғни энергия ақшасы да сол кезде тоқтайды деген сөз, иә. Сондықтан бұл үштіктерге мен білемін деген нәрседен кету керек. Біз ештеңені де білмейміз. Барлығын жаратушы ғана біледі, иә. Сондықтан мен білемін дегеннен кету керекпіз. Біз тал бесіктен жер бесікке дейін әрдайым оқу іздеп, білім іздеп, әрдайым бір нәрсені біліп жатамыз, иә. Сондықтан біздің білетініміз өте аз. Сондықтан үштіктерге де мен білемін дегеннен кету керек. Ал енді бізде осы көрермендердің арасында үштіктер болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіз именно қандай үштіксіз, қай күні туған үштіксіз, және сізде осы қасиеттердің қайсысы бар, сізде соның барлығын жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздердің жауаптарыңызды қарап, сіздерге мен де жауап жазатын боламын. Сондықтан да келесі кездескенше келесі видео бізде төрттіктер туралы болмақ. Сондықтан да қазір каналға тіркеліп, яғни подписаться кнопкасын басып, қоңырауды басып қойыңыздар, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Сау, саламат болыңыздар.